Еркежан, қалыңыз қалай? Естіліп тұр ма? Саламатсыз ба? Иә, естіліп тұр. Бастай береміз бе? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, балалар, қалдарыңыз қалай? Өткен сабақта сіздермен біз 8-ші бөлім қозғалу тақырыбын бастаған болатынбыз. Иә, бұл тақырыпта, бұл бөлімде біз өсімдіктердің, жануарлардың қозғалысын, яғни қозғалу мүшелерін, олардың маңызын, ерекшеліктері мен әдіс тәсілдерін қарастыратын боламыз. Енді өткен сабақта сіздер мына өсімдіктердің қозғалысын, әдіс тәсілдерін өткен болатынсыздар. Сабақты бастамай тұрып, біз сіздермен өткен сабақтағы үй тапсырмасын еске түсірейік. Иә, мынау алдарыңызда сіздерде үй тапсырмаға мен пазл ретінде үй тапсырмасын сұраған келеді. Бұл пазлдардың, бұл пазлдардың үстінде бізде өсімдіктердің қозғалу әдіс тәсілдері берілген. Мінекей балалар, өткен сабақта сіздер өсімдіктердің қозғалу әдіс тәсілдерін қарастырған болатынсыздар, өттіңіздер. Бұл жерде бізде қозғалыстар таксистер, анастия және трапезм. Енді осы мынау пазлдағы ішіндегі жауаптар осы мынау әдістермен сәйкес келу керек. Мысалы, Настя, бізде мимозаның қозғалысын біз Настя деп атаймыз, немесе көнбістену, бұл да Настяға жатады. Осылай біз үй тапсырмасын тезірек бір шолып шықсақ деп сіздерге осы тапсырманы мен беріп отырмын, ұсынып отырмын. Кәнекей, балалар, бастаймыз. Кәнекей, таксистерге бізге не жатады? Қандай қозғалыстар жатады екен? Кәнекей, балалар. Кәнекей, таксистерге бізге қандай нелер жатады? Лаураман 33 естіліп тұр ма? Дауысы шықпай тұр. Естіліп тұр, қаттырақ болса дегенім ғой дауысы. Иә, қаттырақ айта беріңіздер. Физикалық және химиялық факторлардың әсер етуіне бүкіл организмнің орын ауыстыруы. Таксистер деген қалай дедіңіздер? Қаттырақ айтшы. Табиғаттың физикалық және химиялық факторлардың әсер етуіне бүкіл организмнің орын ауыстыруы. Жақсы. Сұрағымыз қате екен сізіне. Бұл таксистерге жата ма, әлде Настяға жата ма? Таксистер емес, жатады, Настяға жатады екен, балалар. Такс, бұл да қате екен. Келесі. Кәнекей, балалар. Трапезмға жата ма? Трапезмге. Кәнекей, таксистерді көрейік. Келесі, балалар. Жарқа реакция, мысалы, бәйшешек, қызғалдақ. Бұларды біз не деп атаймыз? Кәнекей, балалар. Кәнекей қозғаламыз. Бәйшешек гүлі бар. Қайсыған жатады? Мысалы, бұл бізге жатады, Настяға жатады. Жақсы. Келесі, табиғаттың физикалық және химиялық факторлардың әсер ететін бүкіл организм орын ауыстыру дейді балалар. Бұл жатады бізге қайсыған? Бұл жатады бізге жағымсыз трапезмге, балалар. Кәнекей, мына что-то ашылмай тұр бізде. Келесі, жарқа реакция, мысалы, бәйшешек, қызғалдақ. Бұл қайсыған жатады? Таксистерге ма, Настяға ма, трапезмге ма? Кәнекей, балалар, жарқа реакция, мысалы, бәйшешек, қызғалдақ. Бұл қайсыған жатады? Айта беріңіздер. Настя дейді. Жақсы, Настяға өте тамаша. Келесі, қозғалуға қабілетті ағзалар, жеке жасушалар не жасушашілік құрылымдарын белгілі бір тітіркендіргішке қозғалу реакциялары. Бірінші кезекте таксис, жануарларға да
қозғалатын ағзаларға да, жануарларға да жатпайтын қозғалатын. Бұл не балалар? Кәнекей? Настя. Так, кәнекей. Сұрақтарыңыз қате екен. Кәнекей тағы қарастырамыз. Кәнекей. Келесі, өсімдік бөліктері мен мүшелерінің жасуша серпімділігін өзгеруі нәтижесінде немесе өсуіне байланысты бағытсыз тітіркенгішке қатысты қозғалысы. Бұл неге қайсыған жатады? Таксистерге ма, Настяға ма, трапезмге ма? Кәнекей балалар. Кәнекей балалар. Так, трапезмді көрек. Сұрақ қате бізде, Настяны көрек. Яғни ол жатады бізге, Настяға жатады екен, Келесі, өсімдіктердің жарыққа қарай бағытталуы. Жарыққа, күн сәулесіне қарай бағытталуын біз не деп атаймыз? Біз оны трапезм деп атаймыз, Жақсы. Енді мына мінекей суретті көріп отырсыздар ма? Миграция, таксистің түрлері дейді. Бұлар жатады. Бұл неге суретке жасап қараймыз балалар. Бұл өсімдіктердің қандай қозғалысы екен? Кәнекей, бұлар жатады, таксистерге жатады, балалар. Таксистерге жатады. Жақсы. Келесі бір сурет. Мұнда біздің жаңағы тітіркеніштер мимоза мен жаңағы шыбын жұптың несі суреті бейнеленген. Бұл бізге жатады. Қайсыған? Бұл жатады Настяға. Жақсы. Келесі сұрағымыз, сыртқы тітіркендіргіштің бір жақты әсер етуіне байланысты өсімдік мүшелерінің тітіркендіргішке немесе тітіркендіргіштен кері қарай бағытталған биіктеп өсу реакциясы. Бұны біз не деп атаймыз? Гелио, біз трапезм деп атаймыз, балалар. Мінекей, жақсы. Келесі сұрағымыз, өсімдік жасушалары ұлпалары мен мүшелерінің белгілі бір тітіркендіргішке қатысты қозғалуын байқалатын реакция. Біз оны қалай деп атаймыз? Кәнекей, таксистер ма, Настя ма, трапезм ба? Кәнекей? Так, қазір. Жақсы балалар, бұл трапезмге жатады екен. Келесі біздің сұрақтарымыз, тітіркендіргіштің әсерінен болатын жасушадағы химиялық өзгерістерге байланысты. Кәнекей? Настя. Жақсы, молодцы балалар. Келесі, фотосинтездеуші ұлпа жасушаларын ішіндегі хлоропласттардың жарық қозғалысының бағытына қатысты қозғалуынан көрінеді. Кәнекей балалар? Кәнекей, жақсы, таксистер балалар. Келесі, өсімдіктің әртүрлі бөліктерін өсу жылдамдығы мен жасушаларының бөліну жылдамдығына байланысты тартылу күшінің бағытына және қарсы бағытқа қарай химиялық заттардың ылғалдылығын әсер етуі. Бұл қай жауап екен, балалар? Жақсы, бұл трапезм екен. Енді табиғаттың физикалық және химиялық факторларын әсер етуінен бүкіл организмнің орын ауыстыру дейді. Бұл қандай екен, балалар? Қайсы дедіңіздер? Так, көрейік. Жақсы балалар. Келесі, қозғалуға ең соңғы сұрақ, қабілетті ағзалар, жеке жасушалар, жасуша ішілік құрылымдар белгілі бір тітіркендіргішке қозғалу реакциялары. Қанекей, бұл ше трапезм ба, Настя ма, таксистер ма? Настя. Так, көрейік балалар. Жоқ, сұрақтарыңыз қате екен. Келесі. Так, таксистерді көреміз. Ол да қате екен. Сонда бізде таксистер дұрыс балалар. Жақсы. Енді балалар, мінекей, сіздер үй тапсырмасын өте жақсы меңгерген екенсіздер. Бұл біздің қарастырғанымыз өсімдіктердің қозғалысының маңызын. Енді бұл біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың қозғалыс мүшелері. Ал бүгінгі мақсатымыз омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың қозғалыс мүшелерін салыстыру. Енді бұл жаңа тақырыпты бастамастан бұрын, балалар, мен сіздерге бір кішкене бейне материал көрсетейін. Кім сөйлеп жатқан, микрофондарыңызды өшіріңіздерші. Терек дауылы. Айта беріңіздер, Роман.
Қазір балалар сабақты бастамастан бұрын сіздерге кішкентай бір бейнематериалым бар. Соны тамашаласаңыздар. Қарапайымдылардың қозғалуы алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Амеба цитоплазманың денесінің әр бөлігіне құйылуы кезінде пайда болған жалған аяқтардың көмегімен қозғалады. Бірақ көптеген қарапайымдылар ерекше құрылымдар, талшықтар немесе кірпікшелердің ырғақты қозғалуының көмегімен белсенді қозғалады. Талшықтардың көмегімен жануарлардың денесі спиральді үдемелі қозғалысқа ие болады. Балалар, мына жерде бізде кірпікшелі кебіше берілген. Бұл кірпікшелі кебіше бізде кірпікшелер арқылы қозғалады. Яғни қозғалу мүшелері бұл жерде бізде кірпікшенің кірпікшелер болып табылады. Баусаң жылжып қозғалады. Алдымен олар өзінің денесінің алдыңғы бөлігін созады және сақиналарының қосақ жағында орналасқан арнаулы қылтанақтарының көмегімен жердің тегіс емес беткейіне жабысады. Осыдан кейін бұлшықеттер жиырылып, дененің артқы бөлігі алға қарай тартылады. Шұбалшаңдардың қалың топырақ қабатында қозғалуы да қызық. Қозғалыс кезінде олар топырақты жұтып, оны ішегі арқылы өткізіп майдалайды. Шаяндардың бас көкірегінде 5 жұп жүру бунақты аяқтары болады. Олардың бірінші жұбы қысқыш. Бунақты құрсағында құрсақ аяқтары болады. Оларға аналығы уылдырығын салып жетілдіреді. Ала өрмекшіде 3-3-тен тырнақтары бар 4 жұп жүру аяқтары болады. Ерекше тарақты тырнақтары ұстағыш тор өрмекті өру үшін, қалған тырнақтары оның бетімен қозғалу үшін қажет. Бұл жерде енді балалар жәндіктерде әртүрлі қозғалыстарға тән. Яғни олар қалай қозғалады? Жүру арқылы, жүзу арқылы, секіру арқылы, қазу және ұшу. Олардың 3 жұп бунақталған аяқтары және 2 жұп аяқтары, 3 жұп аяқтары болады. Балықтар суда еркін қозғалу үшін олардың денесінің алдыңғы ұшы судың кедергісін жеңетіндей сүйір пішінді, ал құйрық бөлігі құйрық жүзбе қанатымен аяқталады. Денесі сүйекті қабыршақтармен жабылған. Балықтардың қозғалуына жұп көкірек және құрсақ жүзбе қанаттары қатысады. Құсмекенділер алғаш рет құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар. Осыған байланысты оларда 2 жұп аяқтары пайда болған. Артқы аяқтары алдыңғы аяқтарынан ұзын болғандықтан жер бетімен секіріп қозғалады. Бақаның тіршілігі сумен де байланысты. Сондықтан да артқы аяқтарындағы саусақтар арасында жүзу жарғақтары болады. Жорғалаушылардың аяқтары өте қысқа болғандықтан қозғалуға құйрық қатысады. Жыландардың аяқтары мүлдем болмайды. Қолтырауындарда бармақтарының арасында жүзу жарғақтары болады. Теңіз тасбақаларының аяқтары жүзу қалақтарына айналған. Жүзу қанаттарына аяқталған. Құстардың алдыңғы жұп аяқтарының түрі өзгеріп, ұшу қанаттарына айналған. Қанаттарында ірі желпуіш қауырсындары болады. Олар қанаттарының ұшу беткейін түзеді. Құйрықтың ірі, бұрушы қауырсындарының көмегімен құс ұшуын бағыттайды. Қону кезіндегі жылдам Мінекей балалар, сабақты жаңа тақырыбымызды бастамай тұрып, мен сіздерге кішкентай бір бейнематериал дайындаған болатынмын. Осы бейнематериалдан сіздер, балалар, не түсіндіңіздер, не көрдіңіздер? Яғни біз бұл жерде жануарлардың омыртқалы, омыртқасыз және қарапайымдылардың қозғалу мүшелерін біз мүшелерімен таныстық.
мүшелермен таныстық. Жақсы. Олай болса, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жануарлардың қозғалыс бізде мүшелері. Қозғалыс барлық жануарлар үшін өмірлік маңызды қасиет болып табылады. Олар тамақ істеуге, жыртқыштардан қашуға, жұптасу серіктесін табуға және қолайлы тіршілік ортасын іздеуге мүмкіндік береді. Әртүрлі жануарлар өздерінің мекен ортасына сәйкес ерекше қозғалыс мүшелерін дамытқан. Суда тіршілік ететін жануарлар және құрлықта тіршілік ететін жануарлар. Енді мына суда тіршілік ететін жануарлар, бұлар жүзбе қанаттармен, реактивті қозғалу және талшықтар мен кірпікшелер арқылы қозғалады екен. Жүзбе қанаттармен суда қандай ағзалар қозғалады? Балықтар және шаяндар. Жаңағы видеодағыдай көрсеткенде, бұл балықтардың денесінің алдыңғы бөлігі сүйір болып келеді. Олардың балықтың құйрықты бөлігі жүзбе қанаттармен аяқталады, ал балық қозғалған кезде жүп көкірек және құрсақ жүзбе қанаттары арқылы олар қозғалады. Шаяндар бас көкірегінде 5 жүп буын аяқтары болады. Алдыңғы аяқтары олардың қысқыш болып келеді және шаяндардың құйрықты бөлігі жүзбе қанаттармен аяқталады. Шаяндар қозғалған кезде осы құйрығындағы жүзбе қанаттары арқылы олар жүзе алады. Реактивті қозғалуға бұған қандай ағзалар жатады? Бұларға бас аяқтылар жатады, каракатица, 8 аяқтар және ішек қуыстылардың ішінде бізде медуза жатады. Бұл ағзалар қозғалған кезде, яғни реактивті қозғалған кезде, олар ішкі қуысына суды жинап алады да, сол жиналған суды қатты қысыммен сыртқа қарай шығарады. Сол кезде олардың денесі алға қарай қозғалады. Бұндай қозғалысты біз реактивті қозғалу деп атаймыз. Талшықтар мен кірпікшелер, бұлар қарапайымдылар типіне жатады, яғни бір жасушалы ағзалар. Талшықтылар, олар талшықпен ғана қозғалады. Мысалы, трипаносома, ішек паразиті, одан кейін бізде лямблия, қан паразиті, және де бізде жасыл ивглена. Бұл осы қарапайымдылар бізде талшықтар арқылы қозғалады. Ал кірпікшелерге бізде кірпікшелі инфузория. Олар кірпікшелер арқылы қозғалады екен. Құрлықта тіршілік ететін ағзалар, бұлар аяқтармен, яғни 2 аяқпен, 4 немесе одан да көп аяқтармен қозғалады. 2 аяқтармен біз адамдар қозғаламыз құрлықта жер бетінде, приматтар және 4 кәдімгі сүтқоректілер және немесе көп дегеніміз бұлар жәндіктер. Денесінің ирендеуі, бұларға бізге бауырмен жорғалаушы жыландар жатады, яғни жыландар денесінің ирендеуімен қозғалады. Секіру мүшелері бұл ағзаға бізде қосмекенділер, яғни бақалар жатады. Жаңағы видеода айтқандай, бақалардың алдыңғы 2 жұп аяқтары болады. Артқы аяқтары алдыңғы аяқтарына қарағанда ұзынырақ болып келеді. Және осы артқы аяқтармен бұлар секіру арқылы секіріп қозғалады. Енді бұл қосмекенді бақалар тек қана суда ғана тіршілік етпейді ғой. Бұл ең алғашқы тіршілік пайда болған кезде бұлар құрлыққа бірінші шыққан ағзалар болғандықтан, бұлар құрлықта да тіршілік етеді. Енді келесі бізде ағзалардың, бұлар бір жасушалы ағзалар, яғни қарапайымдылар типі. Бұлардың ағзалары бір жасушадан тұрады. Бұларға бізге талшықтылар, кірпікшелер және жалған аяқтылар жатады. Бұл бір жасушалы жануарлар су қоймаларда, ылғалды жерлерде, немесе басқа тірі ағзалар ішінде тіршілік етеді, яғни паразиттік тіршілік етеді. Трипаносома, шек паразиті, яғни шектің ішінде мекендейді. Лямблия, қан құрамында мекендейіп паразиттік тіршілік етеді. Олардың қозғалыс мүшелері микроскопиялық өлшемде болғанымен өте тиімді жұмыс істейді. Яғни біз бұл бір жасушалы ағзаларды жай қарапайым көзбен көре алмаймыз. Біз көреміз, тек қана оларды микроскоп арқылы ғана көреді екенбіз. Талшықтылар жгутиковый деп атайды. Бұлар талшықтыларға жаңағы лямблия, трипаносома, жасыл ивглена, бода, мінекей бұл ағзалардың барлығы талшықтар арқылы олар қозғалады.
Келесі кірпікшелілер, мына суретте сіздерде кірпікшелі ивглена берілген, яғни бұл кірпікшелі ивглена. Неге кірпікшелі ивглена дейді? Себебі бұның қозғалыс мүшесі кірпікшелерден тұрады. Яғни кірпікшелі ивглена ол кірпікшелер арқылы қозғалады екен. Құрылысы талшықтарға өте ұқсас. Талшықтылар да, кірпікшелер де бұлар бір жасушалы қарапайым ағзалар. Бірақ қозғалу мүшелері бұлардікі әртүрлі болып келеді. Кірпікшелер үйлесімді қимылдап, жасушаны судың бетімен қозғалтады, немесе тамақ бөлшектерін жасушаға қарай жылжытады. Келесі бізде бір жасушалардың бір келесі өкілі бұл жалған аяқтылармен қозғалады екен. Бұларға бізге жатады кәдімгі амеба. Бұл жалған аяқтылар уақытша өсінділер, дененің кез келген бөлігінде түзілетін цитоплазманың томпаюы. Мына цитоплазма дегеніміз, балалар, бұл жасушаның қоймалжың сұйықтық заты. Жасуша цитоплазмасын белгілі бір бағытта жылжытып, амеба сияқты қозғалады. Яғни амеба қозғалған кезде, жасуша бір жаққа қисайған кезде, сұйықтық заты цитоплазма сол жаққа қарай құйылады. Сол кезде бізде жалған аяқтылар пайда болады екен. Яғни жалған аяқтыларға бізге жатады амеба. Келесі бізде жануарлардың келесі бір өкілі бұл омыртқасыздар, яғни көп жасушалы ағзалар. Омыртқасыз жануарлардың қозғалу мүшелері алуан түрлі. Олар жүреді, жүзеді, секіреді, қазады. Және олар жануар типіне байланысты әртүрлі болады. Эволюция барысында қозғалыс жүйелері үнемі жетілдіріп отырған. Мысалы құрттар. Енді бұл жерде бізде құрттардың түрлері типтер өте көп, балалар. Бізде бұлтты құрттар бар, жұмыр құрттар бар, таспа құрттар бар. Бұл құрттардың алғаш рет дербес бұлшықет жасушалары пайда болады. Олар жайынмен, терімен бірігіп, тері бұлшықет қапшығын түзеді. Бұл жүйе жануарға денесін созуға және жиюға мүмкіндік береді. Мысалы, біз бұл жерде шұбалшан жауынқұрт алатын болсақ, жауынқұрт қалай қозғалады? Ол денесінің алдыңғы бөлігін алға қарай созады. Оның денесі бұлтықтардан, сақиналардан тұрады. Сол сақиналардың құрсағында бізде қылтандар орналасқан. Осы қылтандар топыраққа, жерге бекитті. Бұлшықет жиырылған кезде шұбалшаның артқы бөлігі және денесін алға қарай созады. Мінекей балалар, құрттар бізде осылай қозғалады. Келесі бізде омыртқасыздардың ұлулар. Бұлар ұлулар типіне жатады. Мына жерде 8 аяқ пен каракатица, бұлар бас аяқтылар ұлулар типіне жатады. Яғни бұлар реактивті қозғалыс арқылы қозғалады дедік, жаңа біз айттық. Ал енді ұлулар қалай қозғалады? Бұл ұлулардың денесіндегі бұлшықеттер толқын тәрізді қозғалған кезде ұлулар денесін алға қарай жылжиды. Келесі омыртқасыздардың бір өкілі бұл буынаяқтылар. Алғаш рет бұлшықеттердің жеке шоғыры пайда болады. Дененің бір сегменті қозғалу үшін белгілі бір бұлшықет шоғыры жиырылады, ал қалғандары демалып энергияны үнемдейді. Мысалы, буынаяқтыларға бізге өрмекшілер жатады. Ақ өрмекшіні алатын болсақ, ақ өрмекшінің 3 тырнақтары болады және 4 жұп жүру аяқтары болады. Алдыңғы тырнақтары өрмекауды тоқуға арналатын болса, қалған тырнақтары сол өрмекауды қозғалуға арналған екен. Келесі омыртқасыздардың түрі бұл бізде жәндіктер. Бұл жәндіктердің қозғалу тәсілдері әртүрлі болып келеді. Яғни бұлар жүреді, жүзеді, одан кейін секіреді, қазады. Бұлардың 3 жұп аяқтары бар, және 2 жұп қанаттары болады. Енді бұл жәндіктердің ең негізгі маңыздысы буынаяқтылардың бұлшықет жүйесі сегментті құрылымға ие. Мінекей балалар, яғни сегменттен тұрады және әр сегменттің тәуелсіз қозғалуына мүмкіндік береді. Мінекей балалар, бұл омыртқасыз жануарлардың қозғалу әдіс тәсілдері. Келесі бізде жануарлардың бір өкілі, бұлар омыртқалы жануарлар. Барлық омыртқалы жануарлардың тірек қимыл жүйесі ұқсас бір-біріне. Олар ішкі қаңқадан тұрады және қаңқаға сіңір арқылы бұлшықеттер бекінеді. Бұлшықеттер жиырылған кезде сүйекті өздеріне тартады. Сол кезде ағза әртүрлі қимыл қозғалыстар жасайды. Омыртқалардың қозғалыс мүшелері тіршілік ортасына тікелей тәуелді. Мысалы, суда қозғалу, балықтар жұп, құрсақ, көкірек жұп,
жүзбе қанаттары мен құрсақ жүзбе қанаттары арқылы қозғалады. Тасбақалар иісу мүшелері, яғни тасбақалардың алдыңғы аяқтары иісу мүшелеріне айналған. Киттер мен ит балықтары, олардың алдыңғы аяқтары жүзбе қанаттарға айналған, және пингвиндердің алдыңғы аяқтары, қанаттары, олар жүзбе қанаттың жаңағы мүшесінің қызметін атқарады, бірақ артқы аяқтарымен олар жүреді. Келесі құрлықта қозғалу. 2 немесе 4 аяқ жылан денесін иреңдетіп жылжуға бейімделген, жәндіктердің 6 аяғы топырақта қозғалуға ыңғайлы. Сонда мына құрлықтағы сүтқоректілердің, олардың 4 аяқтары денесінің астында орналасып, денесін олар ұстап тұрады, және сүтқоректілердің ұзақ тұрып, және жылдам қозғалуға оларға мүмкіндік береді. Ауада қозғалу. Қанат құстарға тән ерекше мүше. Қанаттың арнайы құрылысы ауада қалықтауға және ұшуға мүмкіндік береді. Сонда балалар, мына құстардың алдыңғы аяқтары ұшу қанаттарына айналған екен. Ол ұшу қанаттары ірі желпеуіш қауырсындарынан тұрады, ал құйрықтың ірі қауырсындары ол құстарға бағыт береді екен. Құстардың артқы 2 аяғы кәдімгі жүруге арналған екен. Енді мына жерде сіздерге мен тағы да бір көрсетейін деп, ерекше қозғалу әдістері дейді. Жаңағы реактивті қозғалу, бізде өткенде алдыңғы сабақта мен сіздерге айтып өттім. Бұлар ішек медузалар, және бас аяқтылар, 8 аяқтылар, каракатицалар,